Тойға барардың алдындағы әйеліңізбен тойға бара жатқандағы әйеліңізді елестетсеңіз, мүлде танымай қаласыз. Қолды қысама көре салайық кішігін. Жаның тәтті ғой. Аспанға қараймын, жұлдызды санаймын деп жатқанға жалпы жақсы нәрсе екен. Трансформер машиналар болады ғой, бір құрастырылған. Ішетіндер үшін жақсы ғой. Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Бұл Байкарс. Бұл каналда Кореядан Қазақстанға жіберілетін автокөліктерге қазақша шолу. Бүгінгі шолуымызда қандай көлік деп ойлайсыз? Тойға барардың алдындағы әйеліңізбен тойға бара жатқандағы әйеліңізді елестетсеңіз, мүлде танымай қаласыз. Дәл сол сияқты бұл Hyundai әкеміздің 2024-те туылған 5-ші жап-жаңа қызы Hyundai Santa Fe автокөлігі. 2022-23 жылғы алдыңғы кузовтағы Santa Fe'лермен салыстырғанда мүлде бір детальде ұқсамайды. Ойлаңызшы. Көліктің ішкі салоны тек байлық деп тұрған сияқты, өздеріңізге көрініп тұрған шығар. Аппақ салон. Енді басқа жерлерінде қара түсті араластырған, комбинированный дейді ғой. Есіктің панелі, сондай-ақ жаңағындай алдыңғы үлкен панельдің көп бөлігі дерлік, түсі мүлде өзгеше, басқарақ. Қандай түс екенін мен өзім әлі түсініп тұрған жоқпын. Темный жасыл түс дейді ғой. Оны орысшасы қалай айтатыны нақты қазір келіп тұрған жоқ миыма. Бұрынғы ескі Грандеурлердің моделінде осындай руль болған деседі. Тура Hyundai Grandeur автокөлігінің рулі ғой былай айтқан кезде. Алдыңғы 2022-23 болсын Santa Fe'лерде өздеріңіз білесіздер, рульдері бұндай емес. Алдыңғы Santa Fe'лерде ортасындағы батырмамен, жылжыту селектормен болса, бұл жерде дәл осындай бұралатын бұрама арқылы дәл Грандеурдің бір қайталамасы сияқты. Алдыңғы Santa Fe автокөлігіне қарағанда бұл көліктің ешқандай деталі ұқсас емес. Барлығы өзгеше. Тіпті бұл көлікті мүлде танымайтын адам Santa Fe емес, басқа көлік деп ойлап қалуы мүмкін. Сол себепті айырмашылық өте көп. Алдындағы жарық шамдарын логотипке де сәйкестендіріп жасаған, сондай бір детальға дейін мән берген. Астындағы туманиктерін білмеймін енді, басқаша жасаған сияқты. Дистроникасы, алдыңғы камерасы, парктроникалары, бір трансформер машиналар болады ғой, бір құрастырылған. Алдындағына LED-ті қараңыздар. Сыртындағы түсі көп қайталана бермейтін түс. Көп көрсе, көптің көзіне ілініп, көз түйіп қалатын түс. Рас. Қозғалтқыш көлемі 2,5 литр турбо бензин, атмосфералық Smart Stream технологиясымен жасалынған. Енді бұл көліктің капотының ішінен иісі андай бір салоннан қазір ғана келген көліктердің иісі болады ғой. Сондай иіс шығып тұр ғой. Көлікті алатын кезде бүкіл ішін, сыртын, астын, үстін барлығын тексерген болатынбыз. Көлік ешқандай дефектісіз. Ал енді алдын көргеннен кейін артында бір байқап көруге болатын шығар. Сізде оңтүстік Кореядан көлік іздеп жүрген болсаңыз, Байкарс сізге сенімді әрі сапалы қызмет көрсетеді. Және де дәл қазір осы YouTube каналымызға, сондай Instagram, TikTok парақшаларымызға жазылып алыңыздар. Сіздермен міндетті түрде сіздерге қызықты және де сіз білмеген құпиялармен бөлісетін боламыз. Жүк салғышы осындай кеңдікте. Ойлаңыздаршы, алдындағы 2 орындықты жатқызатын болсаңыздар, оны мына жердегі батырмамен десеңіздер, однокомнатный квартира ғой мынау. Ас жағын көрейік. Ас жағын енді барлығында кішігірім осындай жерде қосымша аксессуарлар тұрады. Жаңағы баллон дүрлейтін насосы деген сияқты. Жалпы осы артында енді 12 вольттық, 180 вольттық деп жазып қойыпты.
прикурительге орын бар. Сондай-ақ мынау оң жақ бетінде 220 вольттық розеткеге орын бар. Ойлаңыздаршы. Еще Type-C'ге орын бар. Ана бетінде де бар. Мына бетінде климатты басқару батырмасы, яғни бұрамасы, көтеру, қосу деген сияқты. Подстаканник жаңағылар аз болып жатса, артында біреу, екеу, үшеу, төртеу бар ғой. Және де міне арт жағындағы осы ромбик тәріздес пішіндер өзінің логотип Hyundai'ға арнап жасалынған секілді, менің ойымша. Енді білмеймін енді. Мінекей батырмамен басып жаба саласыз. Және бұл қолды қысама көре салайық кішкене. Жаның тәтті ғой. Алдынан қараса көбісі танымай жатады, хотя бы артынан қарап мінекей Santa Fe деген жазуын жазып қойыпты. Осыған қарап танып білдік. 2 сатылы, тіпті 3 сатылы орындық жады бар. Енді бұл көлікте 360 камера, сондай-ақ датчик слепых зон, плавающее сиденье, Santa Fe надписімен, сондай-ақ көлікке бүйтіп отқаннан кейін бүкіл комфорт сезіледі ғой шіркін. Рөлінің өзі электрлі қозғалады. Сондай-ақ сол жақ бетінде круиз контрольді басқару, жолақты басқару деген сияқты, дистрониканы басқару. Оң жақ бетінде мультимедияны управлять ететін батырмаларымен. Скорость селекторы ортаңғы консольда емес, дәл қолдың астына жасырылған. Бұрама арқылы жүзеге асады. Алдыға, артқа. Енді ортаңғы консольде бізде 2 телефонды сымсыз зарядтайтын үлкен бос кеңістік дегенімші. Телефонды қуаттауға 2 Type-C'ге орын қалдырған екен, және де бір рет былай басатын болсақ, CarPlay-ға қарай тікелей өткізеді. Мына жерде енді автохолд, драйв модта мысалы Terrain дегені, авто, шоу, мод, санд деген сияқты өзінің енді дополнительный опциялары. Сондай-ақ драйвында бұл жерде эко, нормал, спорт, my drive режимдері орналасқан екен. Алдыңғы және де 360 камерасы міне осы жерде көрсеңіздер болады. Сондай-ақ парктрониканы өшіріп қосу, төбе жағында 2 жақты климатты басқару зонасы, обдув, подогрев, 3 сатылы, сондай-ақ міне аудиосистеманы басқаратын батырмалары, және де бұл жерде аудиоакустикасы, Bose аудиоакустикасы өзіме қатты ұнайды. Үлкен дисплей, ортасы ажырамаған, сол жағында прибор панель, оң жағында мультимедияны басқару үлкен дисплейі орнатылған. Сенсорлы түрде жүзеге асады. Өте жылдам, өте чувствительный. Электронды скорость проекциясы алдындағы лавабойда. Бұлай істейтін болсаңыз, жай ғана айна болып қызмет атқарса, бұлайынан электрлі кәдімгі камера жүзінде фото, видеоға түсіретін камералар бол, сол сияқты қызмет атқарады. Жалпы көліктің іші осындай, мен өзіме қатты ұнап тұр. Төбесі алькантара материалында жасалынған екен. 2 подстаканникке орын бар. Мына жердегі құжат салғанға кішігірім бардачок. Мынандай жерде кішігірім телефонды қойғанға бір орындар тұр екен. Так, мына жердегі боксы өтті маған. Алдынан да және артынан да ашыла береді. Қызық, Santa Fe жалпы Hyundai дамып келе жатыр деген осы. Мынау орындықтарының өзінде тігістерінде аш деген белгісімен маған айтып өттім ғой, жалпы брендтің атауына фокус қатты бөлген сияқты. Жалпы қожаларының барлығы сондай жоғарғы сапада, жоғары деңгейде жасалынған, ешқандай жерінде бір артық кемшілігі жоқ десе де болады. Артқы орындығы да өте ыңғайлы. Мына жерде орындықты алдыға, артқа жылжыту батырмаларымен рахат Type-C'ге орын бар. Екі жағында да қалташасы, сол жағында да 2 подстаканник,
оң жағында да 2 подстаканник. Жалпы ішетіндер үшін жақсы ғой. Ішетіндер болғанда жалпы енді су андай мындай көп алатындар, су самыр дейді ғой, су көп ішетіндерге жақсы деп жатырмын енді. Мінекей шторкасымен барлық жанға қолайлы нәрсенің барлығы бар ғой енді. Шыны керек. Арт жағында да кішігірім бокс бар екен. Кілті, дополнительный кілті. Қосымша алдыға артқа жүргізу тартпасы. Жалпы көлік осы, артындағы панораманы ашып жіберші, бауырым деген кезде. Тұрып, арт жағынан бүйтіп ашып жіберсе, аспанға қараймын, жұлдызды санаймын деп жатқанға жалпы жақсы нәрсе екен. Мына жерде жарық шамдары бар, кішігірім. Бұл да керек болып болады ғой, бір тиын санаған кезде. Енді бұндай көлікте отырған кісілер енді тиын санайды деп айтамаймын енді. Жалпы комфорт өзінің көңілінен шықты. Енді осы Құдай қаласа елге аман есен жетсін. Сіздердің сенімдеріңіз сапалы қызметпен сенімді ақтаймыз. Ал бұйырсын баршаңызға. Көлік ұнаса лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды жазып, қолдап кетіңіздер. Байкарс компаниясы сіздер үшін арнайы Оңтүстік Кореядан Қазақстанға елге көліктеріңізді сенімді әрі сапалы қызметпен жылдам мерзімде жеткізіп береді. Баршаларыңызға рахмет. Ендеше келесі бір шолуларда жолыққанша.